Кайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге шоколадты құлпынайдың рецебін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді шығады екен. Енді шоколадтың түрі көп. Өзіңізге қандай шоколад ұнаса, сонымен жасасаңыз болады. Мен осылай балапандарға жасағандықтан 3 түрлі етіп жасадым. Бірінші кезекте осылай шоколадымызды мешокқа салып, қайнаған суымызды құйып, шоколадымызды жақсылап ертіп аламыз. Немесе микроволновкада ертсеңіздер де болады. Бізге керекті заттар осындай шоколад, шпажки және де кокосовый стружка керек болады. Құлпынайымызды жақсылап жуып тазалап, осылай шоколадымызға батырып алатын боламыз. Міне осылай батырып алып, стаканға салып қойсаңыздар болады, бір-біріне тиіп, жағылып кетпес үшін. Осылай салып қатырып аламыз. Міне осылай екінші клубникамды батырып, кокосовый стружкаға батырып аламыз. Содан соң кокосовый стружка немесе және де арахис болады ғой, езілген. Сондаймен әрлесеңіздер де болады. Әрине оның бәрі өз қалауларыңызға байланысты жасай берсеңіздер болады. Міне барлығын осылай жақсылап батырып, стаканымызға қойып шығамыз. Қазақша арнаның дамуына сізде өз үлесіңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай мен өте асығыс жасап жатырмын. Неге десеңіздер, менің қасымда қазір бала-шаға күтіп тұру жоқ, жеу керек. Бізде қатыруға, күтуге уақыт жоқ, сразу біз жейміз. Сол үшін мен асығыс дайындап жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Бір рет жасап жеп көрсеңіздер, қайта-қайта жегілеріңіз келе береді екен. Өте дәмді шығады. Маған өзіме қатты ұнады. Сіздерге де кеңес беремін, жеп көріңіздер. Міне осымен шоколадты құлпынайымыз дайын болды. Осылай қағазға салып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.